Сәлеметсіздер құрметтілерім. Міне бүгін мен тағы да бір оюдың, яғни бұл оюды көбінде төр көрпелерге, құрақ көрпелерде көбінде қолданып жатады. Сол оюды қиып көрейін деп жатырмын сіздердің алдарыңызда. Ол үшін жаңағыдай А4 қағазды шаршылап қиып алуымыз керек, осылай видеодағыдай. Қиып болғаннан кейін осылай енді бүктей бастаймыз. Енді ою қиятын адамдардың бәрі білетін болу керек. Бұл алғашқы рет көріп отырған адамдар болса, қалай бүктеу керектігін осы видеодан қарап көріп алуға болады. Мен өткен видеомда бір көлемді оюлар салған едім. Ол ою көңілдеріңізге ұнады деп ойлаймын. Мінекей енді біз қағазды бүктеп болдық. Тұйық жағын белгілеп алдық. Мынау бастап сызып жатқан жағым тұйық жағы. Тұйық жағы болып келді. Маркермен сызып жатырмын. Әдеттегідей мен алдын ала қағаздың бетіне түсіріп аламын. Содан кейін маркермен сызып, енді сіздерге анық көріну үшін осылай сызып отырмын. Жалпы бұл ою қошқар мүйіз деп аталынады. Қошқар мүйіз атауы қошқар мүйізді. Бұл оюды сызған кезде жаңағы екі ою бірден қатарынан пайда болады. Мінекей сызып болдық. Енді біз бұны қиятын боламыз. Мінекей біз оюды қиып болдық. Мынау екі ою қатарына пайда болды деген болайынан енді қазір жазып көрсететін боламын.